Реалға бірінші болып гол соқпа. Футболда дәл қазір осындай жазылмаған заңдылық қалыптасып қалды. Мадридтік команда сол заңдылықты тағы бір мәрте дәлелдеді. Мадридте осы аптада Чемпиондар лигасының финалистерін анықтадық. Лондонда Боруссия Дортмунд пен Реал Мадрид кездесетін болды. Бірінші кезекте Сантьяго Бернабеуде өткен ойын масқара енді. Тамаша ойын, драмаға толы кездесуді көрдік. Бүгін Чемпиондар лигасының осы аптадағы матчтары жайында сөйлеспекпіз. Парижде және Мадридте екі матчты тамашаладық. Екеуінің қорытындысы бойынша күтпеген жерден финалда жанкүйер күтпеген бір жұп қалыптасып тұр. Боруссия Дортмунд пен Реал Мадрид. Бүгін осылар жайында сөйлесеміз. Бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Кеттік. Жігіттер, фонбетте тамаша акция өтіп жатыр. Жаңа ойыншыларға алғашқы депозитке 200 000 теңгеге дейін фрибет беріледі. Алғашқы депозит қаншалықты көп болса, фрибет те соншалықты көп болады. Сондай-ақ фонбетте ұтысыңызды 10 минуттың ішінде шығарып алуға болады. Қызық болса, төменге сілтемесін қалдырамын. Сол сілтеме арқылы өтіп тіркелсеңіздер, сіздерге 200 000 теңгеге дейін фрибет беріледі. Сәттілік. Сантьяго Бернабеуде түн ұзақ болады деген бір 2 жыл бұрын әңгіме айтылған еді. Тура сол 2 жыл бұрынғы ойынды кеше еске түсірдік қайтадан. Себебі Реал Мадрид керемет бір камбэктің авторы атанды. Бәрін басынан бастайық. Жартылай финалда Реал Мадрид пен Баварияның жолы түйіскен болатын. Алғашқы ойында Мюнхенде 2-2 есебі тіркелді. Сондықтан финалға кім шығады деген сұрақ ашық қалып кеткен. Сарапшылар Мадридтегі матчтың алдында Реал фаворит екенін айтып жатты. Себебі дәл қазір Чемпиондар лигасының жеңімпазын жарыс жолынан шығарып тастаған Реалға қарсы тұратын ешкім жоқ деген пікірлер айтылған еді. Бірақ Бавария сырт алаңда Реалдың біраз жүйкесін жұқартып тастады. Матч бастала сала негізі Реал Мадрид шабуылдады. Көп шабуылды ұйымдастырған осы Реал ойыншылары. Нойер бірнеше рет команданы құтқарды. Винисиуста керемет мүмкіндік болды. Ол бағанаға тигізді. Артынша Родриго ормтал сәттен қалай гол соға алмай қалғанына әлі аң-таңбыз. Ал Бавария болса, бірнеше апта бұрын Реалдың Этихадтағы тактикасын қолданды. Сантьяго Бернабеуге Томас Тухель сол тактиканы алып келгендей, Бавария автобусты керемет қойып тастады. Қорғаныста сауатты ойнады және жылдам қауіпті қарымта шабуылдар ұйымдастырып тұрды. Бірінші таймда есеп ашылған жоқ. 0-0. Мүмкіндіктері де аса көп болды деп айта алмаймыз. Бірақ Реалда сәл де болса басымдық болды. Бірақ екінші таймда біз күтпеген қызық дүние болды. Альфонсо Дэвис Баварияны алға шығарды. Міне сол қорғаныста жатып, жылдам қарымта шабуылдың жемісін көрді Бавария футболшылары. Альфонсо Дэвис айбалаңна енді де өзіне ыңғайсыз оң аяқпен алыс бұрышқа жойқын соққы жасады. Лунин бұл жолы командасын құтқара алған жоқ. Қызығы, бір жыл бойы Реалға ауысады деп Реалға сұранып жүрген футболшы Чемпиондар лигасының жартылай финалында қонақта Сантьяго Бернабеуде Реалдың қақпасына гол соқты. Осылайша екі матч қорытындысы бойынша есеп 3-2, тура сол уақытта Бавария финалға шығып тұрған. 3 минуттан кейін Реал таразы басын теңестіре алды. Жылдам есепті 1-1 қылды, бірақ төреші бар қарағаннан кейін бұл голды есепке алған жоқ. Себебі Начо ойын тәртібін бұзған. Бұл жерде ешқандай әңгіме жоқ. Төреші дұрыс шешім қабылдады. Реалдың бұл голын есепке алудың керек жоқ еді. Осы голдан кейін де негізі Реал шабуыл ұйымдастыра берді. Соның арқасында 2 гол соғып кетті. Қандай голдар? Нешінші минуттарда? 88-ші минутта Хоселу таразы басын теңестірді. Бұл жерде біз матч бойы таңдай қағып отырған Нойерға телесті. Тәжірибелі Нойер Винисиустың әлсіз соққысын бірден қақшып ұстай алған жоқ. Доп кері серпілген. Оны бартыда Хоселу қақпада тулатты. 88-де есеп 1-1 болды. Реалды білесіздер. Реал шабуылға ұмтылды. 3 минуттан кейін 91-ші минутта Реал жеңісті жұлып әкетті. Рюдигердің пасынан кейін Хоселу гол соқты. Сол былай алып қарасаңыз, сол кешегі қарымта матчтың алдында жеңісті Рюдигер мен Хоселу алып келеді десе, көп жанкүйер сенбес еді. Басында бұл гол есепке алынбаған, себебі төреші офсайд деп ойлады, бірақ вар қарағаннан кейін вар төрешілер сызғышпен сызып тұрып көрді. Хоселу ойынан тыс қалмаған. Осылайша Реал Мадрид жеңісті жұлып әкетті. Бұл матч туралы қысқаша не айтуға болады? Бірінші кезекте Кимихтің ойыны. Кимих пен Винисиустың дуэлі, былайша айтқанда, Баварияның оң қапталы бүгін ашық есік күні болды. Винисиус қалағанынша кірді, қалағанынша шығып отты оң қаптал арқылы. Себебі Тухель қандай шешім қабылдағанын білмеймін, бірақ Кимихті жалғыз қалдырып қойды.
Баварияның қорғаушылары Винисиус оңды солды алдап өтті, бірақ Бавария қорғаушыларының абыройына орай Вини жақсы пас бере алмай жатты әріптестеріне. Бұл жерде әрине Баварияның қорғанысында айтуға болады. Орталық қорғаушылар әйтеуір қауіптің бетін кері қайтарып жатты. Бірақ Тухель ақыры Кимихті ауыстырған жоқ. Бәлкім Винисиустың ар жағында пастары да өтпей жатқан соң аса бір қатты қауіптенбеген шығар. Кимих мүлдем ойнай алған жоқ. Кешегі матчтағы ең нашар футболшылардың бірі болды. Ал Винисиус енді ойыны масқара. Одан кейінгі айта кететін дүние бұл Нойердің ойыны. Нойер 38 жаста. Кешегі ойыны бір өз-өзін көрсетуі керек. 23 жастағы қақпашы секілді оңды солды секіріп өз қақпасын керемет қорғады. Неше рет тамаша шабуылды кері қайтарып тастап жатты, керемет соққыларды бұрыштамаға жіберді. Баварияның 88 минутқа дейін гол жібермеуіне осы Нойер себеп. Бірақ 88-де гол жіберуіне де осы Нойер себеп болды. Бір ғана қателік Баварияның бүкіл арманының күл талқанын шығарды. Дегенмен кешегі ойында Нойер өзінің ең үздік матчтарының бірін өткізді деуге болады. Әдемі сейфтермен көзге түсті. Негізі бұл ойында бас бапкерлердің екінші таймдағы өзгерістері көп нәрсені шешіп кеткен секілді. Томас Тухель мысалы алаңға Дэвисті шығарған, бірінші таймда шығарды ол, бірақ екінші таймда дәл сол Дэвис Баварияны алға шығарған. Бірақ үлкен бір қателіктерінің бірі бұл Ким Мин Джені алаңға шығару. Томас Тухель 1-0 есебін сақтап қалуға ертерек кірісіп кеткендей. Ким Мин Дже ойынның 76 минутында алаңға шықты. Сол уақыттарда Баварияның футболшылары да ақырындап уақыт соза бастады, жарақаттары да көбейіп кетті. Ким Мин Дженің шығуымен Баварияның қорғанысындағы бір жүйе бұзылғандай, Ким Мин Дже артық ойыншы болды. Біз бұны Мюнхенде де байқаған едік. Кеше де Мадридте соны аңғардық. Жалпы Тухельдің екінші таймдағы өзгерістерінің ешқайсысы анау айтарлықтай нәтиже берген жоқ. Ким Мин Дже шықты, Шупо-Мотинг шықты және Томас Мюллер шыққан. Екі шабуылшы алаңға 1-0 кезінде шықты. Алдыңғы шепте мүлдем көмектесе алған жоқ. Ал Реал Мадридтен кімдер шықты? Камавинга шықты, алаң ортасында Модрич шықты, Хосе-Алу. Міне Хосе-Алудың ойынға араласуы біраз нәрсені шешіп тастады. Нағыз орталық шабуылшы жетіспей жатқан екен Реал Мадридке. 88 минутта Хосе-Алу гол соқты. Винисиустың соққысынан кейін Нойер сәтсіз кері қайтарған. Хосе-Алу міне сол кезде нағыз орталық шабуылшы екенін көрсетті. Ойлаңыздаршы, былтыр ғана Ла Лигада соңғы орын алған команданың шабуылшысы биыл Реал Мадридті Чемпиондар Лигасының финалын алып шықты. Реал Мадрид гол соққан екі сәтте де Баварияның қорғаушыларына үлкен бір шағым айтуға болады. Бірінші кезекте де, екінші голда да Хосе-Алуды ұстай алған жоқ. 34 жастағы шабуылшы Реалдың ротациядағы ойыншысы шықты да екі рет көзге түсті, екі гол соқты. Реал 88 және 91 минуттарда қанжығасымай алады. Дәл сол кезде менің ойыма тура осы Сантьяго Бернабеуде 2 жыл бұрын тіркелген жартылай финалдық матч түсіп отыр. Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасындағы текетірес, ол да естеріңізде болар. Ол кезде Родриго матчтың қаһарманы болған, тура ойынның соңында 2 минуттың ішінде 2 гол соққан еді. Бұл жолы Хосе-Алу. Ол да тыңнан шыққан футболшы, ол да айналдырған 2-3 минуттың ішінде матчтың соңында Реалға жеңіс сыйлады. Осылайша Реал Мадрид өзінің тарихында 18-ші рет Чемпиондар Лигасының финалына шықты. Чемпиондар Лигасы оның алдындағы Еуропалық чемпиондар кубогы бар. Бұған дейінгі 17 финалдың 14-інде Реал Мадрид жеңіске жеткен. Биыл Реал корольдік клуб 15-ші жеңісіне қол жеткізу ықтимал. 15-ші трофей Чемпиондар Лигасында. Масқара, я. Бұл Чемпиондар Лигасының рекорды саналады. Одан бөлек Карло Анчелотти де рекорд орнатты. Ол турнирдің финалына 6-шы рет шығып отыр. Бавария мен Реал арасындағы соңғы текетіресте осылайша мадридтіктер жеңіске жетіп отыр. 2014 жылы, 2017, 2018 және биыл 2024-те Реал Баварияны Чемпиондар Лигасында жарыстан шығарып тастады. Томас Тухель болса Реалға қарсы 10-ші текетіресте бар болғаны 2-ші рет жеңіліп отыр. Кешегі ойыннан кейін Томас Тухель мен Баварияның орталық қорғаушысы де Лигт кімдігін айлағанын оқыдыңыздар ма? Төрешіні. Кешегі ойында Төреш анау айтарлықтай үлкен бір дөрекі қателіктерге жол берді деп айта алмаймын. Бавария жеңілсе бірінші кезекте өз кінәсінен жеңілді. Ал Тухель болса Төреші қателесті деген пікір айтты. Де Лигтте Төреші Реал Мадридке жақтасты дегендей матчтан кейін сұхбат берген. Бұл жерде ойынның соңында қарай болған бір сәт еске түсіп отыр. Шамасы
Баварияның өкілдері тура сол эпизод туралы айтып жатқан шығар. Бавария екінші голын соқты, оның алдында төреші ысқырық шалып қойған, ойынды тоқтатып тастаған. Ал ол кезде Баварияның шабуылшылары ойыннан тыс қалмаған. Бірақ бұл жерде енді барлығын сол эпизод үшін төрешіні кінәлап, сол үшін ұшып кеттік деу, меніңше жай ғана сылтау секілді. Оның алдында Парижде бір үлкен сенсация болды. ПСЖ тағы да күлкіге қалды. Өз алаңында Парижде жанкүйерлерінің өзінше Боруссияны жеңе алған жоқ, жеңе алмаған, былай тұрсын, жеңіліп қалды. Дортмундтықтар 2 матч қорытындысы бойынша 2-0 есебімен жеңіске жетті. Сөйтіп, Чемпиондар лигасының финалына жолдама алды. Ал финал биыл 1 маусымға жоспарланған, 2 маусымға қараған түні өтеді. Лондонда, Уэмбли стадионында Боруссия Дортмунд пен Реал Мадрид арасындағы ойынды тамашалаймыз. Бүгінге осы финал жайында әрине мамырдың аяғында тағы да ерекше тоқталып осы жайында сөйлесе жатармыз. Ал әзірше Бавария бас бапкерінің сөзімен келісесіздер ме? Расымен кеше Реал Мадридке төреші көмектесті ме, көмектеспеді ме? Өзіңіздің ойыңызды комментарийге жазыңыз, және алда финалда Боруссия мен Реал арасындағы текетіресте кім жеңіске жетуі мүмкін, болжамыңызды қалдыра кетсеңіз болады. Видео ұнаса лайк басыңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.